Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге духовкада картоп пісірудің ерекше әдісін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Дайындау үшін бізге қажетті ингредиенттер: 7-8 дана орташа картоп, 2 ас қасық панировочный сухари, 3 ас қасық күнбағыс майы немесе зәйттің майы, 2 түйір сарымсақ, жарты шай қасық тұз, 1 шай қасық паприка, 1 шай қасық орегано. Ең алдымен картопты жақсылап жуып тазалаймыз. Қажет болса губкамен жууға болады. Егер картоптың қабығын ұнатпасаңыз, алып тастасаңыз да болады. Тазаланған картоптарды видеода көрсетілгендей етіп кесіп шығамыз. Барлығын кесіп болғаннан кейін үлкендеу мискаға салып аламыз. Енді үстіне қосатын заттардың барлығын салып шығамыз. Сарымсақты пресстен өткізіп саламыз. Қолымызбен жақсылап араластырамыз. Противеньге пергамент қағазын салып, картоптарды жеке-жеке орналастырып шығамыз. Алдын ала 180 градус қыздырылған пешке салып, 30 минут пісіреміз. Біздің картоптарымыз дайын болды. Ерекше дәмді, іші жұмсақ, сырты қытырлақ болып шықты. Түрлі соустармен ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.